Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Менің бүгінгі тіршілігім мынандай міне ас үйіне прихватка дейміз ғой, мынау таба ұстағанға, ыстық заттарды ұстағанға, болмаса шәйнек шәугімнің астына қойғанға өте әдемі дүние. Міне мынау 18 диаметрі, мынау 20 диаметрі. Шәйнек шәугімдердің астына қойғанға өте жақсы. Сыйлыққа бергенге де өте әдемі дүние. Пар қылып тігіп, парменен сыйлық қылып сыйлағанға да әдемі кетеді. Қазір енді мен мына 20 диаметрді қалай тігеміз, соны көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал біз мынандай маталар дайындап аламыз. Мынау менде 12-де 16. Былайынан 12, былайынан 16. Бұлардың әрқайсының басын сосын былайынан қайырып, өтіктеп, тең жартысынан былай бүктеп, осылай өтіктеп аламыз. Өзімізге тіккенге оңай. Мынау міне 12-де 16, ең үлкені. Мынау 10-да 14, бұны да дәл солай басын қайырып, қақ ортасынан былай бөліп өтіктеп аламыз. Ал мынау екеуі бірдей размер, бұлар 8-де 12. Мыналарын дайындап алдық, қазір размерлерін жазып кетемін. Сосын бізге осыларды түсіретін мата керек. Астына ортасына міне ескі махровый сүлгі. Сосын бетіне мынандай мата. 20-да 20, мынау менде 18 диаметрі, ал мынаны мен 20-да 20 қыламын. Былай 20, былай 20. Сосын міне қақ ортасынан осылай өлшеп, мынандай крест жасап аламыз. Осымен жаңағы немізді түсіреміз қазір. Мінекей, бірінші қатарымызды түсіреміз. Мынау ең үлкеннен бастаймыз. Міне, мынау 4 бұрыштап сызып алдық қой. Соған міне бірінші бұрышына мынаны келтіреміз тура қылып. Сосын арғы бұрышынан тоже осылай тура қылып келтіреміз. Міне бұны мынау жылжып кетпеу үшін осылай қадап алсақ өзімізге оңай болады. Мына асты жағының да несі мынау сызықпенен тура келу керек. Қазір осылай бұлай тігіз түсіреміз қазір. Мінекей достар, бұлай бастан аяқ тігіп алдық. Енді қалған екеуін енді мына басынан тігеміз. Бұны да мына ілгекпенен қыстырып аламыз. Мына астындағы махровый сүлгі қосылып тігіледі достар. Енді бұны да қазір бұлай бастан аяқ бұлай тігіп шығамыз. Мінекей достар, мынау әрбір блогымызды осылай тігіске тура қылып қазір үтіктен басып аламыз.
мінекей достар, әрқайсысын осылай өз нелеріне келтіріп үтікпен басып алды. Мінекей достар, мынаны тігіп үтіктеп алдық. Енді екінші матамызды орналастырамыз. Оны біз міне мынау ортасына былай бүктедік қой. Енді осы екі бүктегеннің ортасына қоямыз. Оны біз мына ара қашықтығын қақ ортасынан 2 см өлшеп аламыз. Осылай белгілемесек тура шықпайды. Белгілеп тура сол жерден тігетін боламыз. Мынау. Енді мынау розовый түсті, енді серыйды түсіреміз. Тоже былай қақ ортасынан. Неге қыстырып алайық. Енді төртеуінде осылай қойып алсақ болады сразу. Мінекей достар, қойып алдық. Қазір енді былай, сосын былай тігіп шығамыз. Мінекей достар, бұны да тігіп алдық. Енді дәл солай бұны да үтіктеп аламыз. Мінекей достар, бәрін үтікке басып алдық. Енді мынау розовыйды түсіреміз. Әрбір басын тіккенде, достар, мына басын екі қайтарадан былай тік жібереміз. Кішкене прочный болып тұру үшін. Енді жоқ, серыйды түсіреміз, е? Енді мынадан 2 см астына түсіреміз. Осылай серыйды да солай айналдырып қойып, тоже тігіп аламыз. Серый матамызды да 4 шетінен тігіп алдық. Енді осы соңғы тіккен серый матадан астына қарай тағы да 2 см өлшеп белгілеп аламыз. Соңғы розовый матамызды сол белгіленген жерден тоже 4 шетінен тігіп аламыз. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used
This ain't the way it's supposed to be. Мінекей тігіп алдық. Енді бұны да үтіктеп аламыз. Do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No. Барлығын тігіп болдық. Енді мынау прихваткамыздың шетіне тігетін, шетін айналдырып тігетін кособейка сызып аламыз. Кособейканы матаның қиғашынан қырқамыз. Енін 3 сантиметр қылып, матаны қиғаш қылып қырқсақ, сонда домаланып әдемі түседі. Арасында қыздарым шулап бақырып жатқанына айып етпеңіздер. Мінекей достар, кособейканы қырқып, міне ортасынан тігіп алдым. Астарына мата міне 20-да 20 диаметр, мынау тарелка міне тура 20 диаметр, осыған өлшеп қырқып алдым. Енді мынау основамыз, міне дайын тұр. Енді мына астынағы мата 20-да 20 өлшенген, осы менен нетіп сызып қазір қырқып аламын. Тарелканың диаметрі тура 20 сантиметр. Қазір осымен осылай қырқып аламын. Мінекей достар, мен домалақ қылып қырқып алдым. Мынау кособейкасы астарын бәрін үтіктеп алдық. Енді бәрін біріктіріп тігеміз енді. Бұны жылшып кетіп қойсын. Қойып алдық. Енді қазір мынау кособейканы былай бетінен осылай айналдырып тігіп аламын. Айналдырып қазір тігіп аламын. Chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me. Мінекей достар, кособейканы былай бірінші шетін машинамен айналдырып тігіп алдым, Ал енді мына астар жағын мен қолмен тігіп шығамын. Мен машинамен басып шығуға да болады, бірақ машинамен мына шеті былай астыңғы жіктері көрініп, әдемі болмай қалады. Сол себептен мен қолмен тігіп шығамын. Мінекей достар, мынау кособейкасын айналдырып тігіп алдық. Міне астынан қолменен тігіп алдым. Енді мынау петелькасын кособейка сияқты қылып тоже кестім де, осылай тігіп алдым. Енді бұны былай етегін айқастырып, былайынан қайырып, енді мынау астар жағынан осылай қондырамын қазір. Былай тігіп қоямыз, сонымен болды. Достар, міне прихваткамыз дайын болды. Осындай әдемі дүние шықты. Екеу қылып тіктім, пар қылып. Қандай темный түстен де тіксек, кішкене кір көтерімді болады. Мына ашыл түс болды. Енді бұны мен сыйлыққа тіктім. Енді менің жұмысым ұнап жатса, лайк басып, пікір жазып, ойларыңызды бөлісіп отырыңыздар. Сіздер қандай прихваткалар тігесіздер, ойларыңызды бөлісіңіздер.
Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Назарларыңызға үлкен рахмет баршаңызға. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз, тілеген дұға тілектеріңіз баршаңызға қабыл болсын деймін. Рахмет баршаңызға. Сау саламатта болыңыздар.